Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Бибі Айша. Бүгін сіздерге асқабақ қосылған пирог рецебін ұсынамын. Ол үшін бізге керек 3 жұмыртқа, 200 грамм қант, 80 грамм сұйық май керек болады. Барлығын салып болған соң жақсылап араластырамыз. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты. Сап-сары әдемі жұмсақ болып шығады. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Барлығын жақсылап араластырған соң үстінен тұзымызды саламыз. Одан соң асқабағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып алдық. Енді оның үстінен ұнымызды бөліп саламыз. Мен 3 бөліп салдым. Қопсытқыш саламыз. Ванилин саламыз. Оның түйірі қалмас үшін мен ұн еліктің көмегімен жасадым. Осылай бізде қамыры дайын болды. Енді оны тапамызға сұйық майымызды жағып алып, үстінен құйып шығамыз. Сұйық майды астына жабысып қалмас үшін жақтым. Пергамент қағазын салса да болады астына. Мен осылай сұйық май жағып алдым. Үстінен сұйық қамырымызды құйып шығамыз. Барлығын салып болған соң мен бір келке қылып айналдырып тегістеп алдым. Әйтпесе ортасы көтеріліп кетуі мүмкін. Сол үшін барлығы бірдей шығу үшін айналдырып барлық жерін бірдей қылып алдым. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 180 градуста 30 минутта пешімізге салып пісіріп аламыз. 30 минутымыз өтті. Міне біздің пирогымыз асқабақтан жасалған дайын, әдемі сап-сары болып шықты. Енді оны қазір кесеміз. Барлық жері пісті, бір келкі болып. Міне көріп отқандарыңыздай сап-сары болып, әдемі болып шығады. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Үй жағдайында жасалатын ең оңай пирог десе де болады. Сіздермен болған Бибі Айша. Келесі видеоларымда кездескенше сау болыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет.